Сағынышпен еске алу. Аяулы жар, ардақты әке, сүйікті ата, бауырына жанашыр, досына адал. Асқар Таудай әкеміз, Ержан Арыстанбекұлын сағынышпен еске аламыз. Ержан Арыстанбекұлы 2 мамыр 1946 жылы Алматы облысы Ұйғыр ауданы Сұңқар ауылында дүниеге келген. Сол ауылда мектеп бітіріп, жасы 13-ке келгенде әкесі мен анасы дүниеден озды. Сол себептен ерте есейіп, іні қарындастарына қамқоршы болады. 1964 жылы анамызбен кездесіп, отау құрады. Дүниеге келеді адам, кетеді адам. Кімге қоныс болмаған дүние жалған. Алланың бұйрығына дауа бар ма? Өзі берген өмірін, өзі алған. 10 жыл болды, сіз жоқсыз арамызда. Жылап қала бердік біз артыңызда. Орның қалдау ой сұрап, асыл әкем. Не қыларсың, не істерсің бұл тағдырға? Не істерміз, өмірге бағынамыз. Еске алып өзімді жабығамыз. Сол бір асыл бейнеңді жан әкетай аңсаймыз да бәріміз сағынамыз. Сағынамыз, еске аламыз өзімізді. Болғай деп барған жері жұмақ төрі. Дұғамыз қабыл болып әрқашанда. Әкешім аймаласын Алла нұры. Асқар Таудай ағиық қамқоршы едің. Біздер үшін төгілген маңдай терің. Бір Алладан ендігі тілеріміз жайлы болсын, әкетай жатқан жерің. Қош бол енді, қош бол, әкетайым. Әкеміз Ержан Арыстанбекұлы біздің жүрегімізде мәңгі сақталатын асыл жан. Әкеміз 2013 жылы денсаулығы сыр беріп ауыр дертке шалдықса да, өмірге деген құштарлығын жоғалтпады. Өкінішке орай 2015 жылдың 15 ақпанында ортамыздан мәңгілікке кетті. Оның жарқын бейнесі, айтқан ақыл кеңестері, жасаған жақсылықтары біз үшін үлгі болып қала береді. Әке ретінде балаларына қамқор, отбасы үшін тірек, айналасына сыйлы азамат болды. Оның мейірімділігі мен даналығы, адалдығы мен адамгершілігі ешқашан ұмытылмайды. Біз оны сағынышпен еске аламыз. Ардақты әкеміздің рухына дұға бағыштаймыз. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам.